Баршаңызға сәлем. Бүгін біз трюфельный кекстер жасаймыз. Ең алдымен мискамызға 2 жұмыртқаны салып аламыз. Ішіне шекерімізді салып, қара кофемізді дайындап аламыз. Мен бұл жерде мына қантсыз Якобсты қолдандым. Сіздер қалаған кофені қолдансаңыздар болады. Ыстық сумен дайындап аламыз, бірақ ыдысқа ыстықтай құймаймыз, суытып аламыз. Айранымызды бір ыдысқа құйып, ішіне жарты қасық чайный сода салып, көпіртіп аламыз. Ішіне сұйық майымызды құйып, өлшеніп алған ұнымызды салып, разрыхлителімізді салып, какаомызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кекстің формасына қағаздарымызды салып шығамыз. Тестамыз дайын болған. Міне, мынандай сияқты еріген шоколад сияқты болу керек. Әр қайсысына форманың 2 қасықтан салып шығамыз. Жартылай толып тұру керек. Қызып тұрған духовкаға 180-200 градуста пешіңізге қарай құрғақ шпажкаға дейін пісіріп аламыз. Кексіміз пісіп жатқан кезде біз ыстық суға шоколадымызды ерітіп аламыз. Осылай қалдырып қоямыз. Дайын болған кекстің бетіне әрлеп сәндеп шығамыз. Бетіне қалауымызша кокосовый стружка болмаса, жаңғақ сеуіп шығамыз. Осымен біздің кекстеріміз дайын. Холодильникке қатқанша 1 сағатқа қойып аламыз. Ас болсын, қыздар.